Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай галета дейтін жидекті немесе кез келген жемістен жасалатын өте дәмді пирог жасайтын боламыз. Бұл пирогтың ерекшелігі, осының ортасы барлығы толған тек қана жемістен, жидектерден ғана тұрады. Өте оңай әрі тез жасалады. Менің арнамнан түрлі жаңа рецепттер апта сайын шығып отырады, сондықтан жіберіп алмас үшін жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Және де видеоға лайк баса кетіңіздер. Пирогтың барлық ингредиентінің мөлшері бізде описанияда жазылып тұр. Ең алдымен пирогты дайындау үшін біз құрғақ ингредиенттерді араластырып аламыз. Кейін оған ұсақтап турап сары майымызды және де қаймағымызды қосып, осыны қамыр пайда болғанша жақсылап тұрып илейтін боламыз. Яғни басқа ештеңе қоспаймыз. Осыдан кәдімгі бір келкі жабыспайтын қамыр пайда болғанша илеп аламыз. Видеодағы қамыр пайда болуы қажет. Кейін оны біз жұқа етіп, 1-2 см қалыңдықта жұқа етіп, жақсылап тұрып жайып аламыз. Жайып алған қамырымызды біз алдын ала пісіретін пергаментті төселген формамызға салып, осылай бетіне 2 ас қасық жүгері крахмалын сеуіп шығамыз. Жақсылап тұрып барлық жеріне. Кейін оған ортасына туралған жемісімізді, не болмаса жидегімізді салып шығамыз. Мен сілеп алдым. Сіздер кез келген жеміс алуларыңызға болады. Осындай етіп алғаннан кейін бетіне 3-4 қасық ас қасық қант саламыз да, бетін осындай формаға келтіретін боламыз, яғни видеодағыдай етіп. Мен оның бетін тағы да арахисті слайстармен әдеміледім. Сіздер кез келген нәрсемен әрлеуіңізге болады, немесе әрлемей қойыңызға да болады. 180 градуста пісіріп алдым. Міне осындай өте керемет пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоға лайк басып тіркелуді де ұмытпаңыздар. Ас болсын.